можешь ответить на вопрос? Только честно. За какую сумму ты бы согласилась нас с незнакомцем? Но будь откровенна. Сколько ты стоишь? Хорошо, детка, давай еще, повернись. Эскорт бұл байлық емес, бұл ауыр өмір, тәуелділік, өз-өзіңді жоғалту. Қазір эскортпен айналысу кәдімгідей мамандық сияқты болып кеткен. TikTokта атақты қыздардың интервьюлерінде эскортты әдемі қылып көрсетеді. Люкс өмір, қымбат қонақ үйлер, яхтадағы суреттер, қымбат сөмкелер. Бірақ бір сұрақ, бұл өмірден кім пайда көріп жатыр, ал кім тасада қалып жатыр? Көп қыздар бұған амалсыздан барады. Агенттіктер, вебкам студиялар, жеңгетайлар әйелдің тәнін тауар қылып сатып, одан миллиондар табады. Кәдімгі биржа сияқты. Тек мұнда акция емес, адамның өмірі. Эскорт бұл вирус. Оларда түрлі оқиғалар болады. Бұрын оны жезөкшелік деп атайтын. Сәлем достар, бүгінгі шығарылым қазіргі заманның өзекті тақырыбы болмақ. 2 айдан соң арнамда жаңа видео, жаңа ақпараттар. Қолдау көрсетіп, лүпіл басып, бейнеролик ұнаса достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Қызықты деректерді жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп алыңыз. Ендеше баршаңызға жақсы қаралым тілеймін. Бәрі директте келген хабарламадан басталады. Саған әдемі қыз жазып, Дубайда жүрген суреттерін көрсетеді. Немесе бір агент халықаралық модель агенттігінемін дейді. Саған сен ерекше сұлусың, әсерлісің деп мақтап, шетелден жұмыс ұсынады. Бәрі заңды сияқты, эскорт жайлы тіпті ойламайсың. Әдетте презентация, проект, іс-шараларға бірге жүру, бәрі лайфстайл деп атайды. Басында көп ақша төлейді. Сосын бір күні әдемі бір қыз келіп, жүр менімен, эскорт боп жұмыс істеп көрейік. Бәрі тамаша болады. Бастапқыда ақша жоқ, жарайды, жүре бересің, кетесің. Алғашында жағдай керемет, ұшақ, қонақ үй, қымбат киімдер. Соңында тығырыққа тірелгенде қайда баратыңды білдің ғой, таңдауды өзің жасадың дейді. Ал сен сол кезде басқа елде жүресің. Паспортыңды алып қойған, қаша алмайсың. Паспортымды қайтар деп те айта алмайсың. Себебі сені ешкім кинодағыдай басыңа қапты жауып алып қашып кеткен жоқ. Бәрін әдемі мақтау сөздермен сенің мүмкіндігің деп жасады. Ең қорқыныштысы, сен өзің бұл таңдауды жасағандай болып қаласың. Қыздарды эскортқа қалай тартады? Әуелі қызды VIP кешке, модель жобасына, жабық отырысқа шақырады. Ұшақ билетін алып береді, қонақ үй дайындайды, сыйлық сыйлайды, ресторандарға апарады. Басында ешқандай қысым жоқ, еркектер жоқ, жаман сөз жоқ, тек әдемі өмір. Қыз өзін ерекше сезінеді. Міне, армандаған өмірім осы деп ойлайды. Сосын екінші қадам сынақ кеші, жай ғана сөйлесеміз дейді. Бәрі көңілді, музыка, ішімдік. Бұл сенің қалауың емес. Сені солар басқара бастайды. Саған бәрі мақтау айтады. Ресторан, саяхат. Сен осыған үйреніп қаласың. Сол сезімнен айырылғың келмейді. Мен саған күнде 3000 евроны жай беріп жатқан жоқпын. Сен біздің ақшамызды іштің, яхтада қыдырдың, демалдың, енді төле дейді. Бұдан кейін қысым, қоқан-лоқы, компромат, психологиялық қысым басталады. Сен қорқасың, басқа елде жүрсің, паспортың жоқ, көмектесетін ешкім жоқ. Амалсыз көнесің. Сөйтіп қыздар эскортқа түсіп кетеді. Өздері қалағаннан емес, солай жетелейді. Көп қызды зорлап, ақшасын тартып алады. Бәрі әдемі басталып, ақыры аяусыз қысымға айналады. Көп адам бұның бәрі өтірік дейді. Бұндай видеолардың астындағы ең көп пікір, бұл бәрі ертегі, шын өмірде олай болмайды деген сөздер. Неге адамдар олай айтады? Себебі шын өмірдің қауіпті екенін мойындау қорқынышты. Неге қыздар эскорттан шыға алмайды? Эскортқа түсу ыстық суға түскендей. Басында жақсы ақша, комплимент, тусовкалар. Содан соң нағыз эскортқа кірген соң алғашында өзіңнен ұяласың. Ақшаға тәуелділік басталады. Басқалар бір айда тапқан ақшаны сен бір түнде алып шығасың. Қолдайтын жақының жоқ, өзіңе деген сенім де жоқ. Ешкімге керек емеспін деп ойлайсың. Өзгелер сияқты қиналып ақша тапқың келмейді. Содан келе тағдырың бұзылған бала күнгі травмалар, сен ақмақсың, сен ешкімге керек емессің деген фразалар миыңда тұрады. Жақында ғана Оскар премиясында Анора фильмі жүлде алды. Бұл тегін емес, өйткені бұл дәл осы жүйе туралы. Адам емес, дене ретінде қаралатын жүйе. Сені көрмейді, сені пайдаланады. Анора жас қыз стриптиз клубында билейді. Оның бай әке-шешесі де, биік арманы да, арам ойы да жоқ. Ол тек жоқшылықтан құтылғысы келеді. Ол үшін денесі ақша табудың жалғыз жолы. Солайша ол қыз бір бай отбасынан шыққан жігітпен танысады.
Жігіт оған 3 караттық сақина сыйлайды. Ол мұны мүмкіндік деп көреді. Бірақ өкінішке қарай, олар мүлде екі бөлек әлемнің адамдары. Жігіт ақшаға бәрін сатып алуға болатын әлемде өскен. Ал қыз махаббатты алу үшін өзіңді құрбан ету керек дегенмен өскен. Бір сәтте олардың әлемдері соқтықсады. Өз азабынан қашып құтылу мүмкін емес екенін осы кинода дәлелдейді. Ты хочешь быть только со мной? 15. Налом, деньги вперед. Бұл жолдан өткендердің көбі антидепрессант пен ішімдікке отырады. Қыз өзін өз денесінен бөліп алады. Дене жұмыс істейді. Кейін ұйықтау үшін де дәрі, ояну үшін де дәрі, есінен адаспас үшін де тағы дәрі ішіп жүреді. Оған қоса ішімдік, наркотик пен эскорт. Ішімдік көңіл көтеру үшін емес, ұмыту, сезбеу, санаңдағыны өшіру үшін. Сырты әдемі, қымбат сөмке, биік өкше, ал іші қара тесік. Өзіңді қалай қорғау керек? Әдемі болу қылмыс емес. Әдемі киініп, әдемі суретке түсіп, көңіл көтеруге болады. Бірақ өз қауіпсіздігінің ережесін өзің белгілейсің. Соны ескеру керек. Көңілді кешке барсаң, ешкіммен кетпеу. Ішсең, стаканыңды қолыңнан тастамау. Абьюзерлер, психопаттармен таныспау, жақындаспау. Ыңғайлы, сыпайы, бәріне ұнайтын болуға міндетті емессің. Әлеуметтік желілердегі суреттеріңе жазған пікірлер мен келген хаттардан сақтану. Олардың алғашқы амал сен сұлусың, бізге сен сияқты модель керек деп жұмыс ұсынатындардан аулақ болу. Міне достар, қазіргі заманның өзекті тақырыбы болып кеткен бүгінгі шығарылым да өз соңына жетті. Бұл ақпараттар сізге ұнаса, лүпіл басып достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Қызықты деректерді жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп алыңыз. Келесі шығарылымда кездескенше сіздермен болған Асия.